ешқашанда күнделікті душ төбеңнен бастап аяғыңа дейін күнделікті душты қабылдайсың да жүгіріп жүре бересің. Спортпен де айналыспайсыз, Уақытым жоқ. Өз өтірігіңізге өзіңіз сеніп қалатын кездер жиі бола ма? Жиі болмайды. Жалпы біздің өзіміздің ұлттық қасиетіміз бар. Біз өзімізге қалай ыңғайлы, солай бұрып аламыз ғой. Дүниеде кейбір кезеңдерді. Ал бетті қызартпай өтірік айта алатын адамдар бар дейді. Сіз айта аласыз ба? Айта алмаймын. Көзім кейде бір фонограммамен шығып қаласың ғой, көзің бұлдырап алтын алдында не істерін білмей қаласың. Сондықтан жек көремін фонограммамен. Ол өтірік ән салу деген сөз. Өміріңізге қауіп төнген сәттері жиі болды ма? Екі баланың дүниеге келгенде, екі баламнан да бір айдан больницада жатып, роддомда қатты асқыну болған. Әлимен 24 күн жаттым. Мәдимен бір айдай жаттым. Өте қиын, осы жағы қиын болды маған, денсаулығыма. Өзіңізге қай атақ лайық деп санайсыз? Әнші Роза Рымбаева деген. Қателігіңізді мойындап кешірім сұрай аласыз ба? Сұрай аламын. Қанша пайызға өзіңізді жақсы көресіз? Өзімді өзім жақсы көрмесем, сахнаға да шықпас едім. Өмірде сүрмес едім, наверное. Пайызбен айта аласыз? Білмеймін, 90% шығар енді. 100% кереметпін деп айта алмаймын. Әттеген айлар көп пе? Әрине. Қандай сәттерде әттеген айлар көп болды? Концерттен кейін өзіңнің бағдарламаңды тыңдап отырып, қарап отырып, әттеген ай мына нотаны былайынан айтуым керек деген ойлар жиі келеді. Өнерде емес, әншілікте емес, жаңағы оқытушылық саланы алмасақ, тағы қай салада сіздің қолыңыздан жақсы бір дүниелер келуі мүмкін? Дәрігерлік мамандықты өте сыйлаймын. Оқыр едім, егер де өнерді таңдамағанда, қазір ойлап отырсам, медицинаға барар ма едім деймін. Ал егер фармацевт бола қалсаңыз, қандай дәрі ойлап табар едіңіз? Енді әйелдердің ең бірінші проблемасы денсаулық. Әйелдің денсаулығы, картаймауы, жеңіл жүруі, әсіресе екіқабат кезінде. Әйел болғаннан кейін ең бірінші өз организміңді зерттейсің ғой. Не баланың организмін зерттейсің. Ана болғаннан кейін. Бәсекелесін деп кімді айта аласыз? Бұл өте, былай айтқанда, профессионалдық деңгейді алсақ, болу керек бір жағынан, спорттағы сияқты. Ал енді өнерде ол әркімнің өзінің диапазоны, өзінің әні, өзінің көрермені, өзінің таңдап алған музыкасы бар. Ол бір-бірімен ешқашанда салыстыруға келмейтін дүние. Ешкімге еліктемеген әншісіз? Ешқашанда. Сізде қазір не жоқ? Ненің болғанын қалар едіңіз? Уақыттың көбірек болғанын қалаймын. Бос уақытым. Денсаулығымның жақсарғанын қалаймын. Жалпы кейде осы қалалық өмірден қатты шаршап, жүгірістен. Себебі өзің әйел, өзің еркек болғаннан кейін әрине 24 сағат жұмыс істеуге тура келеді. Кейде тіпті табиғат аясына кетіп қалып, қарапайым үйде тұрғым келеді. Жүрегіңіз мінсіз бе? Жұмысы? Жүрегімде басқа денсаулықтың да кейбір кездерде сыр беретін кезі болады. Оның себебі менің жасым келген адамын, біріншіден. Екіншіден, нагрузка дейді ғой. Біз өзіміз түрімізге қарамай, әне күн мен 10 күнде 11 қаланы өттім десем, елдер ешқайсы сенбейді. А оның нагрузкасы, оның денсаулыққа деген зияндығын, енді оны санап болу мүмкін емес. Одан кейін келесі сағат 8-де академияда студенттердің алдында отырасың. Түні бойы ұйықтамай ұшып келіп. Көріңіз, организмге қандай зияны бар? Сізге жұмыс істейтін арнайы топ жоқ па? Мысалы, дәрігерлер күзет? Жоқ. Дәрігерлер болғанда поликлиникаға барып тұрам енді. Жеке дәрігерлер? Жоқ. Содан кейін күзет деген ешқашанда болған емес. Мүмкін керек шығар, білмеймін енді. Мен жеке үйде тұрмаймын, үлкен 20 этажда көп пәтерлі скворечник дейді ғой.
ондай 6 үй тұр біздің үйіміздің айналасында. Жалпы өзім жеке басымда ешқашанда охрана дейді ғой, ондай ұстаған адам емеспін. Мен не өз халқымнан өзім сонда охрана ұстап жүрем бе? Қарапайым халық сәлем беріп жатады, жолда танып атады, автографтарын алып атады. Жалпы лишний адамдарды жек көремін қасында жүргенде. Өзіңізбен өзіңіз болғаныңызды қалайсыз? Өзіммен өзім болғанды қараймын. Роза Қуанышқызы, бізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Сізбен бұл біздің соңғы сырласуымыз болмасын. Талай сырларыңыз айтылмай қалды ғой енді іште. Енді барлығын бір адамға ақтарып, және де сіздің сұрағыңызға да байланысты сіздің сұрақтарыңыздың барлығына мен жауап бердім. Жалпы жақтырмаған, айтқыңыз келмеген ондай нәрселер болған жоқ, Енді адамның өмірінде өкініш көп қой. Мен ең үлкен өкінішімді сізге айтайын. Ол менің жолдасымның өмірден ерте кеткені. Мен сахнада 23 жыл еңбек етіп, мен 23 жыл бойы осы күйеуімнің басшылығыменен ән